Саламатса, менің атым Темірхан Дария. Мен Целинный ашылу жобасы аясында өзімнің видео жұмысымды жасаған болатынмын, және де соған байланысты артистогымды өткізгім келеді. Целинный тобы артисток қазақша өтеді, және де егер сұрақтарыңыз бар болса, орысша да, ағылшынша да қойсаңыз болады. If you have any questions, you can ask on English or Russian, it's okay. Целинныйдің тобы негізінде мен жұмысым күн батқанда көрсетіледі, бірақ Целинныйдің тобы қазіргі уақытта сіз көру үшін видеоны қосып қойды. Ана Сидоркидің графитонда көрсетіліп жатыр. Біз бастайық. Егер сізде сұрақтар бар болса, комментарийлер бар болса, айтсаңыз болады. Және де еркін форматта артистокты өткізсек болады. Мен атым Темірхан Дария. Мен Орал қаласынанмын, және де өзімнің өнер жолын осы Алматыда бастаған болатынмын, бірақ та мен өзімнің өнерінде көбінесе Батыс Қазақстан жайлы, сулар жайлы, және де туған өлкем жайлы көп баяндаймын. Мен көбінесе коллаждар жасаймын, және де коллаж мен негізгі медиум, бірақ та видео және де аудио жұмыстарым да бар. Қазіргі кезде осы видеоны көріп жатырсыз. Солай көптеген жалпы мен өнермен таныс адамдар неліктен осы видеоны жасайтын туралы сұрақтар қояды, себебі оның алдында көбінесе коллаждар болды, және де өте сондай геометриялық фигураға жақын коллаждар болды, және де осы айдаһарлар пайда болғанын сұрайды. Сондықтан да, бірақ та мен үшін ол сондай сыбайластығы бар, және де бұрынғы жұмыстармен сыбайластығы бар видео, және де соны түсіндіргім келеді сіздер үшін. Алғашқы себеп ол шығармашылықтағы жаңа жолды іздедім. 2023 жылы мен жеке көрмем болды, және де куратор Аида Әділбек болды. Сол жеке көрмем ол қаңтар оқиғасындағы үрей жайлы болды, және де сол көрмеге дайындалған кезде мен сондай ауыр сезімдерді бастан кештім, және де мен үшін сол көрмеге дайындалу ұзақ уақыт алды. Мен 1 жылдан бойы аса уақыт дайындалдым, және де сол 1 жыл бойы мен сондай үрей сезімін кешіп жүрген болатынмын. Мен барлық жаңалықтарды және де қаңтар жайлы құрбандардың видеоларын көп көрген болатынмын, және де сол көрмеден кейін мен өзімді өте сондай бос, және де ішім сондай қуыс болған сияқты. Көрмеге дайындалғанда мен бар күшімді бердім. Сол себепті көрме аяқталғаннан кейін мен не істерімді, және де қайда баратынымды, және де қандай өнермен айналысатынымды білген жоқпын. Тіпті суретші бола алам ба деген сұрақтар болды менде. Сол себепті мен туған өлкеге бардым. Мен Оралға бардым, басқа амал болмаған сияқты. Мен Оралға наурыз, сәуір, сондай көктем келер алдындағы кезеңде болған едім. Бірақ та егер Алматыда наурыз ол сондай шуақты наурыз кезеңі болса, бәрі жанданып, гүлдеп, ағаштар бүршік ататын кез болса, Оралда ол сондай өте ызғарлы, және де суық, және де сондай сұр кезең. Және де мен барар алдында Оралда су басқан еді. Ол сонда су басар алдындағы кезең болды. Сол себепті күн ызғарлы болды, суық болды, және де сондай үлкен судың күшін ауада сезіп тұрды. Ауа мүлде басқаша болды. Сен сондай апат болатын сезген, апат алдындағы кезең болған еді. Және де Оралдағы су да, ағаш та, білмеймін, құстардың сайрағаны да өте өзгеше болатын. Сондай табиғат толығымен сондай
үлкен күштің келерін көрсеткендей болды. Және де осы сезімді, осы күшті мен бейнеге айналдырғым келді. Соны егер бейнелейтін болсам қандай болар еді, ол қандай формада болатын еді деген сұрақтар пайда болды. Және де сол сұраққа жауап бергім келді. Сондықтан да мен оларды айдаһар ретінде көрген болатын. Меніңше Оралдағы су және де ағаштар, олардың қозғалысы, оның бәрі айдаһарға ұқсас, жыланға ұқсас, сондай бейне ретінде көрген едім. Ең басындағы жасаған иллюстрациялар, олар өте сондай примитивті, иллюстративті, ағаштың суреттерін қайталап, оларды айдаһар ретінде бейнелейтін, судың бейнесін қайталап, оларды айдаһар ретінде бейнелейтін, сондай өте тура айтылған бейнелерді көрдім басында. Көріп тұрғаныңыздай. Содан кейін мен оны аңызға бейімдегім келді. Жылан және де айдаһарлар туралы қазақ дүниетанымындағы образдарға теңегім келді. Мысалы, мына жерде жылан қорқытата туралы аңызға бейімдеп, жыланның өзі қобыз болды, қобыздың өзі жылан болды дегендей сияқты. Және де сол себепті қобыз қорқыт қолында қобызды ұстағаннан кейін жылан оны шақты деген ойлар болды. Визуалды ізденісті аяқтағаннан кейін мен аңыз жағынан және де мән жағынан сондай тарихи деректерді іздеген болатынмын. Және де қазақтың дүниетанымындағы жылан образдарын және де айдаһар образдарын туралы аңыздар іздеген болатынмын. Және де жылан да айдаһар да олар екі танымы болады. Кейбір жерлерде аңызда айдаһарлар мен жыландар ол сондай сені алдайтын күш, сені қорқытатын күш дегендей сияқты. Бірақ та кейбір жерлерде олар керісінше тұмар ретінде, және де олардың образдары тұмар ретінде, және де керісінше саған күш беретін ретінде, және де сондай сиқырлы рухтар ретінде, сен перілердің ретінде көрсетілген болатын. Және де маған сол ұнады. Айдаһарлардың екі бейнесі бар, жаман және де жақсы. Осы жұмысты бастағанда және де ол процесте болған кезде целинный ашылу жобасын құрастырған болатын. Және де олар көптеген суретшілермен, ата буын, орта буын, кіші буынмен кездесіп, бәрімен бірдей кездесіп, ашылу жобасы туралы идеяларды іздеген болатын. Және де мен осы айдаһарлар сериясы қаңтардан кейінгі үрей жайлы болғандықтан мен оларға осы идеяны ұсындым. Және де целинный басында олар қыста ашылу керек еді. Және қыс біз үшін өте ауыр кезең, ол қаңтарда, ол желтоқсанда. Сондықтан да олар барша барша сеніммен ашылғысы келді, барша махаббатпен деген ниетпен ашылғысы келді. Сондықтан да олар үшін осы идея орынды болып көрінді. Және де содан кейін мен өз жұмысымды жалғастырдым. Бұл кезде мен айдаһарларды иллюстративті емес, сондай шынымен де суда көре алатын жыландар, айдаһарлар ретінде бейнелегім келді. Сондықтан да мен техниканы өзгертіп, олардың бейнелерін өзгертіп, түстерді бәсеңдеп, түстерді күрделендіріп, содан кейін оларды су тектес жасағым келді. Осындай ізденістер болды.
жұмыстың екінші кезеңі целинныйға осы идеяны айтқаннан кейін мен оларды видеоға айналдырғым келді, себебі сол айдаһарлардың бәрі билеген сияқты, қозғалған сияқты болып көрінді мен үшін. Сол себепті мен видео жасауға ұсындым. Видео жасаған кезде бүкіл айдаһарларды бірінші сканерлеп, содан кейін одан видео жасауға ұсындым. Бұл жұмыстың екінші барысы. Бұл жерде біз видео жасап жатырмыз. Менде Қарлығаш Ахметбек деген монтажер қыз болды, ол маған көмектесті. Анимация ретінде видео жасап, осы айдаһарлардың бар қозғалыстарын, олар қашан пайда болады, қашан жоғалады, қай жерде қашан пайда болатын туралы видео жасады. Оған көп рахмет. Бұл видеоның негізгі ниеті және мақсаты целинный кеңістігін тазалау. Және сол үшін мен үшін негізгі мақсат ол осы видео әрбір адамға көріну керек болған еді. Және сол үшін ең басында мен бұл видео целинныйның сырт жақтауында көрсетіледі деп ойлаған едім. Бірақ та бұл техникалық жағынан мүмкін болған жоқ. Сондықтан да жалғыз қалған жол ол Сидоркиннің паносына көрсету. Басында мен қорықтым, себебі Сидоркин ұлы суретші, қалайша мен оған көрсетем дегендей сияқты. Бірақ та менің видеомен және Сидоркин паносында сыбайластық болу үшін мен оның салт аттыларын видеоға қостым. Және олар сол видеоның бір кейіпкерлеріне айналды. Сондықтан да егер видеоның басынан аяғына дейін көретін болсаңыз, онда олар осы ғажап әлемге кіреді, содан кейін олардың кейіпкерлеріне айналады. Бұл жаңа әлем коллапстан өтіп, Сидоркин салт аттылары видеоның бір бөлшегіне айналады. Солай. Видеоны және бүкіл суреттерді жасаған кезде мен солмен қатар өлеңдерді жазған болатынмын. Бұл өлеңдер кілттер деп аталады, себебі олар видеоны түсінуге кілт ретінде жасалған. Және егер өлеңдерді оқып қарайтын болсаңыз, сонда ол жерде бұл қорғансыз адамның жан күйі десе де болады. Сондай панасынан айырылған адам атынан жазылған өлеңдер. Және бұл адам көмек сұрайды. Және видео айдаһарлар сол көмекке келетін жандар ретінде көрсетілген. Өлеңдер қазақ тілінде жазылған. Орысшаға Ануар Дүйсенбенов аударды. Және ағылшынға өзім аударған едім. Бұл видеоны көру үшін өте алыстан қарау керек. Сондықтан да бұл жерде видео кейбір фрагменттер көрсетілген. Әсіресе Сидоркиннің салт аттылары кірген кезі. Және олар қалайша өзгереді. Бұл күн батқанда видеоның қалай көрсетілетін фотолары. Бұл видео күн батқанда көрсетіледі. Оған да бір себеп бар. Себебі күн батқанда біз өзімді қорғансыз сезінеміз. Сол себепті егер сіз жай ғана осы целинның қасында өтетін болсаңыз, онда бұл жерде де өмір бар, сізді қорғайтын жандар бар деген ниетпен олар түнде көрсетіледі. Соны.
егер сұрақтарыңыз бар болса қойыңыз. Ең алдымен артист толк үшін көп рахмет. Жалпы жұмысты түсіндіргеніңізге, талқылағаныңызға өте қызық болды. Енді менде қазір нақты енді сұрақ ойыма келе жатқан жоқ, бірақ ең алдымен сол өте әдемі шыққан, өте терең жұмыс екенін айтқым келеді. Әр этабын ашып көрсеткеніңізге маған өте қатты ұнады. Сонда мен енді көрмемен әлі толық танысып үлгерген жоқпын. Бұнда сонда жалпы ашылуында негізі су мәселесін жалпы қозғалады. Көп жұмыстарда барса келмес болсын, сіздің жұмысыңыз барлығы өзара үндесіп тұр. Былайша айтқанда маған сол идеясы ұнады. Менің ойымша ары қарай бұл айдаһарларды тағы басқа кеңістікке де жүздіріп әкелуге болады сияқты. Мысалы Астанаға басқа да қалаларда, мысалы Оралдың өзінде де көрсетілсе өте керемет болар еді деп ойлаймын. Өйткені жұмыстың андай кез келген адамның жүрегіне жететін жұмыс болды деп санаймын. Менің ойымша көпшілікке өте қатты ұнайтын еді. Көп басқа қалаларда да көрсе де. Сол жақсы. Сұрайсыз? Рахмет. Мен негізінде қобалжып тым тез айтып кеткен сияқтымын бәрін. Бірақ та бұл қазір ашылу кезінде дыбысы дұрыс естілмейді, бірақ та бұл видеоның дыбысы бар. Ол жайықтың түбінде жазылған дыбыс. Өзім жүзіп осы аудиоға жазған едім. Және де бұл айдаһарлар, олар жайықтың айдаһарлары, бұл сол өзеннің айдаһарлары. Және де Целиннің ашылу жобасы шынымен де су тақырыбы бойынша жасалған еді. Және де барса келместің негізгі ойы ол Арал теңізінің жоғалу жайлы. Бірақ та мен өзім Аралда өскен жоқпын, мен ол жерде ешқашан болған жоқпын. Бірақ та жайықтың қазіргі күйі сол Аралға жақын болып тұр. Біз егер Арал жоғалған болса, жайықты соған жақын. Және де мен негізгі мақсатым ол жайықтың, сол Аралдың тағдырын қайталанбаса екен ғой. Сондықтан да мен біздің тарихымызда және де біздің елімізде көп сондай драматикалық оқиғалар болды. Бірақ та мен қазіргі заманауи суретші ретінде қазіргі бар проблемаларға көбірек назар аударам. Және де ешбір өзеніміз, ешбір қалған суымыз сол Аралдың тағдырын қайталамау керек, мен ойымша. Рахмет. Дарья, артистік үшін көп рахмет. Мені осы келер алдында мен сіздің жұмысыңыз туралы естідім, бірақ оның қаңтарға қатысты екенін білген жоқпын. Осы жаңа айтып жатқанда ол қаңтардан туған үрей туралы, үрейден туған деп бөліскенде маған ол өте солай резонация жасады. Өйткені мен өзім менде қалада болдым, меніңше ол біз үшін бір үлкен сонда бір ұжымдық травма болды. Ол әлі күнге дейін айтылып процестелген нәрсе емес. Сондықтан сол үшін көп рахмет айтқым келеді. Токтың соңында айтқаныңыз осы айдаһарлар, осындай бір тотемдік қолдау көрсететін, сондай бір демеп жүретін айдаһарлар, су, сондай бір
ол да бір сондай қолдайтын элемент. Және де иә, сонда токтағы бітіргеніңіз, что вот мұнда бір осындай түнде келе жатсаңыз, олар сіздерге көмек көрсетеді деген маған да резона жасады, өйткені мен осы Басанчы көшесінде тұрамын. И меніңше ол өте сондай символикалық, жұмысыңыз өте символикалық жерде, өйткені осы Целинаге осы көршіміз, ол ДВД, и ол қаңтарда ол вообще тасталқан болған жер. Сондықтан меніңше ол сондай бір нақ дұрыс жерде сондай бір премьерасы болған, сонымен құттықтаймын. И жұмысыңыз үшін көп рахмет. И онда как будто мен сондай бір care, сондай бір қолдау естіп, сезіп тұрмын. Сол үшін көп рахмет. Сізге рахмет. Мен өзімді саяси белсенді деп айтуға батылым жетпейді, бірақ жай ғана Қазақстанда тұрған адам ретінде, тіпті суретші ретінде емес, жай ғана адам ретінде, азаматша ретінде мен үнемі өз өнерімде тура немесе ымдап саяси тақырыптарды көтерем, себебі мен жай ғана осы елдің азаматшасын, және көптеген нәрселер мен күнделікті өміріме тура байланысты. Әрбір шығарылған заң, әрбір айтылған сөз, ол жеке маған айтылғандай, жеке маған бағышталғандай. Себебі біз бұл жерде тұрамыз, бұл біздің еліміз дегендей сияқты. Және осы видеоны көрген сәтте көбісі айтады, ол өте әдемі, ол өте әдемі. Бірақ та шын мәнісінде бәрі сыбайласқан, және бұрынғы жұмыстарымда, келешек жұмыстарымда ол бәрібір Қазақстан азаматшасы ретінде жасалған жұмыстар. Ең біріншіден, содан кейін барып мен суретшімін, мен осы медиалымен жұмыс жасаймын дегендей сияқты. Ол екінші сатыда тұрған нәрсе, ал жалпы ол осы елдегі адам ретінде айтылған сөз. Жалпы еркін сөйлей берейік, біз мына жерде 5 адамбыз. Жарайды. Менде сұрақ, сен тағы да жайық туралы зейін жасап едің. Өлеңдер, сол жан-жақтан ақын өлең жазатын адамдар жинап еді. Сол жоба туралы қалай өтті, қандай адамдар жиналды, сол туралы айтып берсең, қалай, маған қызық. Жалпы айтқандай, менде шынымен де бәрі Батыс Қазақстан туралы, жайық туралы. Ол зейін Гёте институт және ЕМА жобаларымен қолданды. Олар маған демеулік жасады. Және де зейіннің басты ойы, ол егер жайық жоғалса, сізде қандай естеліктер қалады деген сұрақты мен авторларға қойдым. Авторларды тек қана Батыс Қазақстаннан іздедім, және де олар жайық пен Каспийді қалай сезеді, егер ол шынымен ертең жоғалып кетсе, сіз қандай ол туралы сөз қалдыратын едіңіз. Жалпы тек қана ақындар арасында емес, жалпы қандай да бір сөз айтқысы келетін адамдар арасында авторларды іздеген болатын. Ол жерде кәсіби ақын болу міндет болған жоқ. Және де сол сұрақты қойып, олардан естеліктер, өлеңдер, иллюстрациялар жинадым. Және де зейінді құрастырған кезде мен осы бір-бірін танымайтын, бір-бірін білмейтін авторлар арасында диалог жүргізуге тырыстым. Кейбіреулер мысалы махаббат әнін жазады, махаббат өлеңін жазады, соған қарама-қарсы келетін осы экологияға байланысты ой толғаныстары, үрейлері жайлы, және де бір-бірімен сыбайластыруға тырысып, жайықтың түрлі бейнелерін жинауға тырыстым. Сондықтан да бұл зейін кішкене пессимистикалық десе де болады. Себебі мен егер су ертең жоғалса дегенде. Солай. Жақсы, жауабыңа рахмет. Негізі маған сол қызық болғаны, өйткені мен
енді батыс қазақстанды мүлдем көрмегенмін, болмаған. Сосын мысалы менің тағы жақын досым, ол Оралдан да тоже отбасы бұрынғы ата әжелері туралы айтып жатқанда андай жайыққа кеткен деді да, мен соны ол қалай деп түсінбедім. Сөйтсе суға кеткенін айтып тұр екен да. Сол кезде бұл сол яғни енді өзім бізде Қарағандыдан, енді ондай өзеннің менің қаламда ондай өзен болмағаннан кейін білдем ондай түсінген жоқпын. Бірақ сол қазір өзім Астанада жүргеннен кейін, сол Есілді көріп жүргеннен кейін менде қазір сол біздің айналамыздағы сол сулардың қазіргі тарих тағдыры мені көп алаңдататын болып жүр. Өйткені сол қазіргі су мәселесі ол шынымен де біздің еліміздегі қазір болмаса да кейін шынымен қатты ушығайын деп тұрған мәселе. Сондықтан да менің ойымша суретшілер болып барлық осы айтатын адамның барлығы айтып көрсету керек деп санаймын. Рахмет. Жайық сондай естеліктерге толы, сондай қария сияқты бәрін білетін. Сондықтан да мен әкем ол ақын емес, бірақ та өлеңді өте жақсы көретін адам. Ол көптеген ақындармен дос болды. Бізде үнемі сондай өлеңдер жинақтары дегендей сияқты арнайы әкеме жазылған, оған сыйлаған кітаптар көп болды да. Сондықтан да сол тақырып мен үшін жақын болды. Және де әкем үнемі сол суға барасың, егер сен шаршаған болсаң, немесе егер бір нәрсе сені алаңдатса, суға барасың, суға айтасың, сосын бүкіл сол ауыр жүк суға кеткендей болады. Және де осы сондай керемет нәрсе, егер ол жоғалса, қандай өкінішті болады дегендей сияқты. Сосын біз барса келмес сияқты тағы бірнеше көрмелерді жасауға мәжбүр боламыз. Соны болдырмау үшін суға деген махаббатты қазір білдіргім келеді, қазір айтқым келеді, әлі барда дегендей сияқты. Баршаңызға сәлем. Мен жалпы өзім презентацияға кеш келдім, соңына қарай. Сондықтан егер мен сұраған нәрсе айтылып кеткен болса, кешірім өтінем. Жалпы өзіңіз айтасыз, жайықтың қамын жейсіңіз, және де солай. Ал жайықтың өзінің мекенінде қандай реакция болды жұмысыңызға, зейінге және де осыған? Және де Оралда жалпы креативті индустрия жақсы дамыған ба? Вот сондай сұрақ. Мен Оралдан болғанымен қазір Алматыда тұрамын. Өнермен айналысу үшін Алматыда тұрған ыңғайлырақ. Мен оны мойындаймын. Бірақ та жыл сайын Оралда не зейін шығаруға осы өлеңдермен, немесе қазір жоқ. Бірақ та мен дос қызыммен Оралда өнер фестивалін өткіздім. Өзіміз бәрін жасап, өзіміз бәрін ұйымдастырып, Оралдағы адам ретінде мен айтатыным, Оралда көрме ұйымдастыруға өте қиын. Организаторлармен көп келсем, сөйлесем, бірақ та көрме жасауға қиын. Бірақ та Батыс Қазақстанда, әсіресе Оралда ақындар өте көп, және де олар ұйымшыл, олар апта сайын, ай сайын өлең кештерін жасайды, бір-бірінің өлеңдерін оқиды. Және де Оралда өнер жоқ емес, ол бар. Әсіресе сөзге байланысты өнер өте жақсы дамыған. Бейнелеу өнерін жасауға қиындау, себебі ол техникалық жағынан қиындау. Ол жерде арнайы аппараттар керек, арнайы қалай айтсам, жарық керек дегендей сияқты. Сол жағынан ол өте баяу. Бірақ та мен Оралға келгенде арт-менеджер ретінде жұмыс жасауға тырысам, суретші ретінде емес, арт-менеджер ретінде. Демек, мен келіп бір нәрсе ұйымдастыруға тырысам, әрбір Оралдағы кезеңді, жемісті өткізіп, бір нәрсе ұйымдастырып, адамдармен сөйлесіп дегендей сияқты. Мен негізгі мақсатым ол Оралда галерея ашу, және де мен соған жұмыс істеп жатырмын қазіргі таңда. Бәлкім 40-50 де болғанда осындай сияқты центр Оралда да ашылады. Бастауыңызға сәттілік. Амин, рахмет. Мен де негізі Батыс Қазақстан, Ақсайдан.
жарайды, болған сияқты да. Кажется, все. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, маған менен сұрасаңыз болады, және де Целинаның ашылуымен бәрімізді құттықтаймын. Өнер үйі бар енді бізде, десек те болады. Рахмет.